Бүгін облыстың бас ғимаратында өңір басшысы Ербол Қарашөкеевтің төрағалығымен аппараттық кеңестің отырысы болып өтті. Ақшағалылармен өткен басқосуда екі мәселе қаралды. Бірі облыстағы елді мекендерінің мобильді байланыс және интернет желісімен қамтамасыз етілуі жайлы болса, күн тәртібіндегі екінші мәселе бұқаралық спорттың дамуы жайлы болды. Облыстағы елді мекендерінің мобильді байланыс және интернет желісімен қамтамасыз етілуі өзекті мәселе қатарында. Дәл осы мәселе бүгінгі өткен жиында қаралды. Алдымен басқарма басшысы атқарылған жұмыстарды жеткізіп, шешімін таппаған мәселені тілге тиек етті. Баяндамаға сүйенсек, бүгінгі таңда 367 ауылдық елді мекеннің 2G, 69-ы 3G, ал 248 елді мекен 4G мобильді интернетмен қамтамасыз етілген. Ал талшықты оптикалық байланыс желісімен 371 елді мекеннің 199-ы қамтамасыз етілсе, қалған 172 елді мекен қамтылмаған көрінеді. Келесі слайд, қолжетімді интернет ұлттық жобасына сәйкес 23-24-25 жылдары Мобайл Телеком Сервис компаниясы 69 елді мекенде тиісті 4G базалық станциясын орнату жоспарланған. Бүгін күнге 18 елді мекенде тиісті жұмыстарды аяқтады. Кесел акционер қоғамы 23-24 жылдарға арналған 51 елді мекеннің 26-сында тиісті жұмыстарды аяқтап отыр. Ал Картел ЖСС Билайн компаниясы жоспарланған 61 елді мекеннің 28-інде тиісті жұмыстарды атқарып отыр. Жоспардан тыс Рысқұлов ауданында Қосапан ауылында 4G мобильді байланысын іске қосты. Биылғы жылдың соңына дейін қанша елді мекен толық интернетпен қамтамасыз етіледі? Бұл жұмыс өз жалғасын жүйелі түрде тауып жатыр ма? Облыс әкімінің жауапты маманға сұрағы осындай болды. Сұраққа жауап алған өңір басшысы жауапты мамандарға нақты міндетті жүктеді. Жұмысты белсендетіп қазір негізі бақылауға алып дұрыстап жасаңыздар. Мейлінше биылғы жыл қойылатын заттарды биылғы жыл қойыңыздар. Күтпеңіздер ешкімді. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бұқаралық спортты дамыту бойынша нендей жұмыстар атқарылуда. Бұл жөнінде жауапты маман мәлім етті. Мәселен, ағымдағы жылы облыстың спорт саласына ағымдағы шығындарына 15 миллиард теңге бөлініпті. 2024 жылдан бірінші жарты жылдығының қорытындысы бойынша облыста дене шынықтыру және спортпен жүйелі түрде шұғылданушылар қатары 496 мың адамға, немесе облыс тұрғындарының 40,6%-на жетіпті. Бүгін бұқаралық спорттың дамуына тыс серпін беру, облыс тұрғындарын дене шынықтыру және спортпен жүйелі айналысуға тарту мақсатында облыста 300 спорт нұсқаушысы жұмыс атқаруда. Оның ішінде 250 спорт нұсқаушысы облыс аудандарында өткен жылмен салыстырғанда спорт нұсқаушыларының қатары 23 адамға өсіп отыр. Облыстағы 153 ауылдық округі толықтай спорт нұсқаушылармен қамтылған. Облыстың барлық аудандары мен Тараз қаласы әкімдерінің дене шынықтыру және спорт бөлімі жағынан бұқаралық спорттық шаралар өткізу орталықтары ашылған. Аталған спорт нұсқаушыларының басым бөлігі аудандық қалалық бұқаралық спорт іс-шараларын өткізу орталықтарының тіркелген. Өңір басшысы жауаптылар баяндаған мәселелерге құлақ түріп, жауапты мамандардан жауапталды. Одан бөлек шешімін таппаған мәселелер аудандарда да табылды. Өз кезегінде Ербол Қарашөкеев аудан әкімдерінің жауабын тыңдап, жауапты мамандарға нақты міндеттерді тапсырды. Тахмина Тәліпжан, Ислам Қамшыбек, Әлімжан Ақпаев, 7-7 Ньюс.